балалар? Көңіл күйлерің қалай балалар, жақсы ма? Керемет, иә, көңіл күйіміз? Балалар, мен сендерге сұрақ қояйыншы. Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіңдер? Асық. Қан алшы, иә? Қан талапай. Жарайсыңдар балалар. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны қан талапай ойын ойнаймыз, иә? Бәріміз бірге қан талапай ойын ойнаймыз. Бұл біздің ата-бабамыздан келе жатқан қан талапай ойыны, не балалар? Асықты малдың сүйегінен алынған, иә, асықты? Қойдан алынады асық. Ірі қара малдан алынады, сиырдан алынады, е балалар? Қан талапай ойын ойнаймыз, е балалар? Мен сендерге түсіндіріп өтейін. Қан талапай ойыны қалай ойналады білесіңдер ме? Мен қазір бұның ішінде, асықтың ішінде мынандай қызыл асық бар. Бұл не деп аталады? Қан асық деп аталады. Осыны алған бала, қанды таласып алған бала ойынды бастайды. Жеңімпаз болады. Білесіңдер ғой, иә? Ендеше мен қазір ортаға асықты шашамын. Сендер асықты жинап алу керексіңдер. Жарай ма? Қане бастаймыз ойынымызды онда? Талапай, талапай. Бастаймыз біз, талапай. Міне қанша асық бар? Көрейікші, қане, санап көрейікші. Қан асық, кімде қан асық? О, Айсұлтанда екен қан асық. Қан асықты. Енді асықтарын санайықшы, кімде қанша асық бар? 3, 4. Абылда 5 асық бар екен. Дауытта 4 асық бар екен. Медеуде 8 асық бар екен. Юнатанда 6 асық бар екен. Байкен сенде ше? 6 асығы бар екен. Кімнің? Айсұлтанның 4 асығы қан асық, бірақ балалар Айсұлтанда екен, е? Ендеше асықты ортаға тігіп, бәріміз ойынымыздан тұрамыз, екеумізде ойынды жалғастырамыз, е? Бір асық алып қаласыңдар да балалар өздеріне. Мына, мықты бір асық алып қалыңдар. Бұны сақа деп айтамыз. Балалар, бұл асықты сақа дейміз. Сақаны алып қаласыңдар да қалғанын ортаға тігеміз, жарай ма? Бұл жерде қан асық бар. Қан асық алған бала бірінші ойынды бастау керек, е? Білесіңдер, е, орыстар, е? Ендеше Айсұлтан маған келеді, қан асық алған бала. Екеумізде мына асықтың сызығын көрдің ғой, е? Енді Айсұлтан асығымызды иіріп аламыз жерге. Иір асығымызды былай. Екеумізді қараңдар балалар. Енді мынау асық тұрған жерден 3 қадам артқа санап аламыз. Сөйтемізде асықты қолыңа аласың, Айсұлтан. Сөйтіп, асықты еңкейіп, көздеп, дәлдеп атасың. Ата ғой. Аталмады. Сол себептен мен саған сұрақ қояйын деп атырмын. Мына қоржында сұрақ бар. Соған жауап қоржыннан сен аласың, сұрақты жауап береміз, е? Жарайсың. Аша ғой. Оқып деген саған. Асықтың ең жақсы түскен түрі қалай аталады? Асық. Жақсы түскен түрі қалай аталады? Тәуке деп аталады. Не болды? Сөйтіп түссе асық не болады? Тәуке болады. Енді атады. Қоржыннан сұрақты аламыз. Бір сұрақ аламыз. Енді жұмбақ екен не болады? Қойдан шыққан кішкентай, ойынға керек бір сәттай. Алшы, тәйке,
Kanat. Asıqlar жартысына қарай атауларын атар. Асықтардың Öksür, aygır, aksın. қандай ұлттық ойындарын білесің? Ойын түрлерін білесің? Ой, молодец. Алшы тұрды, көріне ме балалар? Бұның сағасы алшы тұрды. Еді тағы атады. Ой, молодец. Ой, жарайсың. Жарайсың. Келе ғой, тағы ала ғой, асықты. Ата ғой. Ой, жарайсың. Ана астының ішіне қарай. Бақ екен балалар. 4 қыры бар кішкентай. Балалар бұны ұнататын ойнамай. Лақтырсаң жерге түсіп, әртүрлі болып тұрады. Асық, жарайсыңдар балапандар. Өте шапшаң, әрі жылдам екенсіңдер балалар. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны қанталапай ойын ойнадық. Сендер шапшаң, жылдам ойнадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бізде